тамағыңыз өте дәмді бапты. Тамақ жасауға келгенде бес сапсан қыздан баптамат. Айналайын құлыным, ас болсын. Шуақ шашқан нұрым менің, ала ғой. Балам, мынау бастың тілі саған. Сөйлегенде сөз тауып сөйлейтіндей шешем бол. Ел бастайтын көсем бол. Рахмет, әке. Әке, қойдмасын асқанда, үнемі маған көреген бол. Әділ бол деп бастың көзін бересіз. Табым сөйлейтін шешем бол. Ел бастайтын көсем бол деп бастың тілін бересіз. Ескенде үміттеріңізді ақтаймын. Ақылдым сол. Әкешім, қойыңыздың көп болғаны қандай жақсы болды. Мен қуақ жегенді қатты жақсы көремін. Өй жарайсың балам. Асың дәмді болсын. Міне саған бастың құлағы. Сиырлар мен жылқыларға да шөп салатын уақыт кеп қалды. Сен маған көмектесесің бе? Әрине әке, көмектесемін. Әке, осы түк-түріктің көбейіне итіміз аққасқаға үлесі көп деп ойлаймын. Аққасқаны ашуынан қорқып, тіпті үйге көршілер де кіре алмай қалды. Иә балам, аққасқа жақсы ит. Аққасқаға жасап жатқан үйшікті де аяқтай салайық. Сен мана 4 түлік дедің бе? Иә әке, түйеміз бар, жылқымыз бар, сиырымыз бар, қоярымыз көп. Әке, осы орты түк-түрік дейді, тәрбиеші апайым айтқан. Құлыным сол, өзі сондай ақылды, айтқан сөзді лезде құлалады. Олай болса, тәрбиеші апайың айтқандай 4 түліктің пірлерін білесің бе? Яке, қой атасы шопан ата, сиыр атасы зеңгі баба, жылқы атасы қамбар ата, түйе атасы қойсу қара. Бәрекелді, сен жарадың балам. Дастарханымызға ас қайрайық, батамды берейін. Дастарханың тоқ болсын, уайым қайғың жоқ болсын. Бағдәулет келсін басыңа, ғұмыр берсін жасыңа. Бәле жығала жын шайтан жоламасын қасыңа. Иманның байлығын берсін, құт береке барлығы келсін. Аумин. Аумин. Мен дастарханымды тезірек жинап алайын. Ал балам, біз аққасқаға деген үйшігіміздің соңғы таяқшаларын қағып тастайық. Сен маған балғаны алып бересің бе? Жарайды әке. Ал балам, маған тақтайшаны ала кел. Жарайды әке. Міне әке, алыңыз. Ой жарайсың. Кел балам, маған көмектесе ғой. Не балам, аққасқаға деген үйшігімізді де аяқтадық. Әке, қандай керем үйшік жасадық. Әке, сіз сияқты өскенде шебері боламын. Өп бәрекелді, жарайсың балам.